Ой, солайды. Дұрыс па? Я негізі биылғы жыл жақсы жыл болды. Жақсы. Өкпе жоқ биылғы жылға. Ой, ауылымызға үстін келіндер түсіп. Ой, ауылымыздың ажары кіріп қалды. Мынау баяғыдан ау. Жүріп алды ана бір жастарымыз. Ауылдың жігіттері үйленбей. 40-қа дейін жүрген. 40-қа дейін жүріп. Әлі де көп ондай көп. Сұрадым өткенде, неге үйленбейсің деп. Ой дейді, карьера дей ма, бірдеңе істеп алам дейді. Жұмыс жасап алайын, байып алайын. Үй алып айлайын, мәшина алып алайын, сол ғой қазіргі жастардікі. Ой, бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Ой, ертерек үйленіңдер дегенге қарамайды ғой. Мейлі, әйтеуір келіндер түскеше осы. Осы бір аптаның ішінде 3 келін түсіп қалған. Елдің сәні, ауылдың сәні орамал тәгіп. Айналайын. Көркі, ұрпағымызды көбейтіп айналайын. Ана біреу келе тұран. Біреу келе жатыр. Мынау кімнің келін? Ай, бұлан Далабайдың келіні ғой. Далабайдың? Далабайдың келіні. Бұнда түскені біраз жыл болып қалды бұл. 5-6 жыл болып қалды. Сынап көрек, сынап көрек, сынап көрек. Чорный қассадан шаршаған күйі. Келін, тоқтаңыз. Қайда барасыз? Шегіріңіз артқа қарай шамалы. Сәлем қайда? Сынақша шықты ғой. Міне сәлем. Көп жаса айналайын, көп жаса. Бақытты бол. Кімнен келінсің? Ой, келін болып түскелі 5 жыл болды ғой. Әр өткен сайын, бер өткен сайын. Қайта неменеге сұрай бересіздер? Енді память жоқ қазір. Есімізге сүрейік. Ой, ұмытып қала береміз ғой, ұмытып қала береміз. Айта салсайшы енді. Атамның аты Далабай, енемнің аты Шөмішкүл. Алло, қыздар не болды енді? Ана, енесі қандай, келін де сондай болды. Ененің топырағынан жаралады деген. Көргенсіз. Келін ененің топырағынан рас айтасың. Көргенсіз. Ай, тағы біреу келатыр жақтан. Бұл кімнің келіні болды? Ой, бұл Шөлбайдың келіні ғой. Шөлекің ба? Білмәсін, сынап көреміз ба? Сынап көрек. Келе жатыр ана. Амансыздар ма? Аман ба, келін? Кімнің келінсің? Атамның аты Шөлбай, енемнің аты Тұрғанай. Ай, сәлем қайда? Міне сәлем. Ойбай, мына келін. Бұл анадан өтті жіберді ғой. Көргенсіз. Беті жаман екен мына келіннің. Қайырылып сәлем бері ғой. Шамасы кемеді ғой. Көргенсіз, ұятсыз. Енесі қандай туыр, келінде сондай болыпты ғой. Бұл енеге байланысты екен ғой мынау. Көргенсіз. Аты отыр екен ау деп тұрған жоқ қой. Ай, мынау кімнің келіні? Мынаны танымадым мына келінді. Ай, жаңадан түскен келін ғой. Кімнің келі түсті? Өткенде Бетазарына барып қайттым ғой, Қасқырбай мен Жібектің келіні ғой. Сол ба? Бір сынап көрейік, Бұнда көрейік сынап. Амансыздар ма ата? Ойбай! Көп жаса келін. Көп жаса айналайын. Өзі сәлем сабатыр. Айтқызған жоқ. Міне айналайын. Көсеген көгерсін. Ұлың 10 шақты, қызың 10 шақты болсын. Жылқың 100 шақты болсын айналайын. Төріңнен мейман, жүрегінен иман кетпесін айналайын. Бақытты бол. Міне келін деген осындай болу керек. Міне келін де өзінен өзі сәлем сабатыр. Кердің дегеннен қалдық қой. Кімнің келінсің? Атам мен енемнің. Енді атам мен ене көп қой біздің ауылда. Қайсысы соның аттарын айтса, атын білмей отырмыз ғой. Атам аты Волк, енем аты Шок. Ой, айналайын. Қасқыр, Жібек, Волк, Шок. Қадырды. Айналайын. Бақытты айналайын. Дүние тұрғанша тұр. Бұдан екі дүниеңді берекесін. Айналайын. Осындай болу керек қой.